Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге үш-ақ қоспадан тұратын және оңай жасалатын пирог, яғни бисквит жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Олай болса кеттік. Алдымен 5 жұмыртқаны алып, ыдысымызға құйып, үстіне 150 грамм қант саламыз. Енді осы екі қоспамызды миксермен жақсылап араластырамыз. Аппақ көбік болғанша, пена болғанша араластырамыз. Менде 7-8 минуттай кетті. Осындай пена шығады бізде. Енді үстіне 150 грамм ұнды, осылай 150 граммды 2-ге бөліп саласыздар. Міндетті түрде осындай ұнтақтап салу қажет. Және жай ғана араластырып, осындай біздің ыдысымызға құямыз. Ыдысымызға біркелкі етіп құямыз және бетін тегістеп 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Және пирогымыз суығаннан кейін ғана осылай ыдысымызға салып, турап, оны арасына кез келген кремді жағып, торт жасасаңыздар да болады, немесе осылай пирог ретінде шаймен ішсеңіздер болады. Ал мен бүгін осылай мороженыймен бірге жеуді дұрыс көрдім. Ас болсын. Достар, бастысы сіздің қосып жатқан жұмыртқаңыз комнатный температурада болуы міндетті. Енді менің рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.